Сәлем, құрметті менің көрермендерім. Каналымызға қош келдіңіздер. Біз қазір жолға шықтық. Міне алдыңғы видеода айтып кеткен болатынмын. Біз Құрбан айтқа ауылға бара жатырмыз, яғни Талдықорғанға. Міне біз Қонаевтан өтіп бара жатырмыз. Қазір Қапшағайға кеп қалдық, водохранилищеға. Барлығы жақсы, ауа райы жақсы, көңіл күй жақсы, балаларда да барлығы жақсы. Бүгін 26 мамыр, үлкен екі балам госэкзамендарын тапсырды қазақ тілден. Міне тапсырып бола салып, бір сағаттан кейін міне жолға шығып кеттік. Ертең бізде Құрбан айтқа біз малды сол жақтан жаламыз, таратып жібереміз, және де тағы да бір жұмысымыз бар Талдықорғанда. Осы видеода айтып кетейін, біз үлкен бір покупка жасайын деп жатырмыз. Ол жер алайын деп жатырмыз. Талдықорғанның қаласының қасындағы бір кішкентай ауылдан деп айтсам бола ма? Ауыл ма ол мұсан? Городқа, почти что жақын жері. Сосын ендігі видеода оны айтып кетемін сіздерге, айтамын, түсіремін. Жалпы сіздер ұзақ видеоны көрмейді екенсіздер, сондықтан да менің видеоларым енді қысқа да нұсқа болып шығатын болады. Сондықтан да подписывайтесь. Бүкіл процесін жер алудың мен видеоға түсіремін, өткені мен де сол жақта присутствовать етемін. Сондықтан да каналымызға жазылып қойыңыздар, жаңа видеоларды шыққанда жоғалтып алмайтындай. Сол жолда кетіп бара жатырмыз. Жол жақсы, жаңа полный бак құйып, қазір міне келе жатырмыз. Талдықорғанға где-то бір 200-190 километрдей қалды. Туыстарымыздың үйіне барамыз. Ең бірінші сол жердің жұмыстарымен барамыз. Өткені ертең выходной, ешқай жақ жұмыс істемейді. Өзі қанша күн выходной, өзі мұсан білмейсің ба? Бірақ күн ау деймін, бізде бірақ күн, но естуім бойынша Турцияда 10 күн екен. Содан мен білмеймін, бізде мүмкін 3 күн деп ойлап қалман, қазір бір күн ғана демалыс. Сол бүгін барлығын Алла қаласа надо успеть. Ал қалай Қажыгелді, қалай тапсырдың? Жақсы тапсырдым мен. 5-тен 4,5 алдым. Молодец. Ал достар, біз міне Балпақбиға келдік. Сағат уже 4 болды, 4-ке 2 минут қалды. Жолға бізге 3 сағат Я, 3 сағаттай, ровно 3 сағат Аллаға шүкір. Сол 3 сағаттың ішінде біз успели покушать, довольные. Бізді де анақта күтіп жатыр. Думала, что в магазин зайдем. Но у нас пока уақыт жоқ оған кіретін.